Исаға сеніп, оны құтқарушы ие ретінде мойындау қажеттігі. Бұған не дей аламыз? Құдай алдында ақталуға тырыспаған басқа ұлт адамдары сенімдері арқылы ақталды. Бірақ Таурат заңын орындау арқылы ақталуға тырысқан Израиль халқы бұл мақсатқа жете алмады. Неге жете алмады? Себебі олар сенімі арқылы емес, өз еңбектері арқылы ақталуға тырысты. Сондықтан Мәсіх олар үшін сүріндіретін кедергі тас іспетті болды. Бұл туралы да осы тәрізді сөздер алдын ала жазылған еді. Міне, мен Сион қаласында кедергі тасты орнатып қоямын. Бұған көбі сүрініп құлайды. Ал оған сенім артқан ешкім ұятқа қалмайтын болады лайым. Қымбатты бауырластар, менің жүрегімнің тілегі және Құдайдың жалбарынып сұрайтыным израильдіктердің құтқарылуы. Олардың Құдай үшін ынта көрсетіп жүргендеріне куәмін. Алайда ынталары дұрыс түсінікке негізделмеген. Өйткені олар Құдайдың адамды ақтау жолын ұқпай, өздерінің әділдігін орнатуға тырысты. Осылайша Тәңір иенің дайындаған ақтау жолын мойындамай қойды. Адамдардың Таурат заңын ұстануға ұмтылысын Мәсіх тоқтатты. Енді оның құрбандық өліміне сенетіндер ақталады. Таурат заңының ережелерін орындау арқылы ақталу туралы Мұса пайғамбар былай деп жазған: оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді. Ал сенім жолымен ақталу туралы Тауратта мына тәрізді сөздер айтылған: кім көкке көтеріледі, яғни кім Мәсіхті көктен алып келеді деп іштей сұрама. Немесе кім тұңғиыққа түседі, яғни кім Мәсіхті өлімнен қайтарып алып келеді деп те айтпа. Қайта сенім жолымен ақталу жөнінде былай делінген: бұл сөз саған өте жақын. Ол аузыңда және жүрегінде. Сенім туралы біз жариялап жүрген осы сөз осы. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегінде Құдайдың оны өлімінен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың. Себебі Мәсіхке жүрегімен сену арқылы адам күнәсінен ақталады. Оны аузымен мойындау арқылы құтқарылады. Иса туралы Ишая пайғамбардың жазбасында: оған сенімін артқан ешкім ұятқа қалмайтын болады лайым делінген ғой. Бұл жерде яһудилер мен басқа ұлттардың араларында айырмашылығы жоқ. Олардың жалғыз бір жаратқан иесі бар. Ол өзіне сенғандардың бәріне де шексіз рақымды. Себебі иеміздің атын атап, оған сенған әркім құтқарылады деп те жазылған. Енді былай деулерің де мүмкін: олар иемізге сенбесе, қалай оған сенады? Ол туралы естімесе, қалай сенеді? Оны ешкім уағыздамаса, қайдан естиді? Ал Құдай жібермесе, қалай уағыздайды? Пайғамбарлар жазбаларында мына тәрізді сөздер бар: татулық туралы, ізгі хабарды жеткізушілердің келгені қандай тамаша. Бірақ Құдай өзі хабарды жіберген болса да, израильдіктердің бәрі бірдей оған сенген жоқ. Оны қабылдаған да жоқ. Осы туралы Ишая пайғамбардың мынандай сөздер айтқан: уа, ием, біздің хабарымызға азғана кісілер сенді. Сонымен сенім хабарды естуден келеді, ал естудің өзі Мәсіхтің сөзін жариялаудан болады. Енді олар хабарды естіген жоқ па деп сұрағым келіп тұр. Әрине естіген. Үндері жайылады бар жер бетіне, сөздері таралады жердің шетіне деп Забурда жазылған ғой. Онда мен мүмкін Израиль халқы түсінбеген шығар деп сұраймын. Тіпті басқа ұлттық адамдар оны түсінді ғой. Мұса пайғамбар мұны бірінші болып Құдайдың мына тәрізді сөздермен алдын ала айтты: мен халық сиқы жоқ бөтендер арқылы сендердің қызғаныштарыңды оятамын. Иә, өздерінің түсінігі жоқ деп санайтын өзге халықпен сендерді ашуландырамын. Ишая пайғамбар бұл туралы батылдықпен Құдайдың мынандай хабарын жеткізді: іздемегендер мені таба алды. Мен туралы сұрамағандарға өзімді көрсеттім. Ал Израиль халқы жайында Құдай мына тәрізді сөздер айтты: мен құлақ аспайтын, қасарысқан халықты күні бойы қол созып шақырумен болдым. Римдіктер арналған хат 9-10 тарау.
Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.